Ассалаумағалейкум, құрметті жақсылықта жарысатын жақсыларым. Біз қазір оңтүстік Кореяның Чонан қаласындағы үлкен қалалық ауруханаға келдік. Бұл жерде менің алдымда тұрған бір отандасымыз ауыр жағдайға түсіп қалыпты. Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласының азаматы Владимир Тусой оңтүстік Корея еліне 1 жыл бұрын келген. Бұл ауруханаға түсуінің себебі мынау мойнының артқы жағынан рак ауруына шалдыққан. Жағдайы өте ауыр. Қазіргі таңда дәрігерлер сөздің барлығын ашып айтып жатыр. Яғни бұл отандасымыздың 2 ай ғана өмірі қалғандығын бізге айтты. Және бұл туралы бұл азаматтың өзі де сол нәрселерді біліп жатыр. Міне қазір барлық жер аппарат, міне көріп тұрсыздар. Жағдайы өте ауыр. Қазіргі таңда бұл отандасымызға мінекей 13 миллионнан астам ақша шыққан аурухананың есебі бойынша. Біз қазір алдық. Корея елінде жалғыз өзі ешкімі жоқ. Осы ауруханаға Корея еліндегі бір арбайтта жүрген достар алып келіп жатқызып кеткен екен. Бұл отандасымыздың әйелі бізге байланысқа шығып, Қазақстаннан осындай көмекке мұқтаж екендіктерін айтып жеткізді. Біз келіп, мінекей қазір осы жерде адвокаттармен келіп, барлығын үйреніп, Алла қаласа 9 күніне біз Қазақстанға шығарайын деп отырмыз. Себебі ота жасалғанмен дәрігерлер 2 ай ғана өмірі қалды деп айтып отыр. Ота жасау қажет еместігін айтып жатыр. Әрине бұл нәрсені сіздерге айтып жеткізу біз үшін ауыр, алайда біз толық ақпарат беруге тиіспіз. Сондықтан көзі көріп, жүрегі соғып тұрған уақытта жақсыларым қолдан келгенше қолдауды көрсетейік. Мына 13 миллион ақшасы қазір біз осылай сбордың арқасында жабамыз, Алла қаласа. Және билетіне үлкен қаражат емес, сол 980 мың қаражат керек болып тұр, Алла қаласа. Өзімнен де 1-2 ауыз естісеңіздер. Ассаламу алейкум. Не, нормально, ложитесь. Вот пришел ваш внук или сын, не знаю, но он тоже помогает мне и попросил, говорит, от меня что зависит? У меня дедушка или кто-то дядька. Он говорит, разумный человек. Если что, приходил ко мне сам Ваджачев, человек медицинский. Вот он сказал, мне тоже коллега сказал, что надо ехать в Чемкент. Я ему сказал, это как? Он просто мне рассказал. Мой коллега сказал, что это невозможно. Потом я ему сказал, нет, ну, тоже там коллеги про себя говорят. И тогда коллега сказал, надо... Жарайды, ладно. Жарайды, біз... Если даже не получится этот вариант 50 на 50, он говорит, я могу даже отправить, и вот это все, что будет, наполовину, 50%. Міне, отандастар көріп тұрсыздар, қазір өзі сөйлей алмайды да, жағдайы өте ауыр болып тұр. Сондықтан осы нәрсеге бейжай қарамаймыз, қолдан келгенше қолдауды көрсетеміз, отандастар. Жалпы қазір бізге керекті қаражат, осы аурухананың төлемдері мінекей 13 миллионнан асқан қаражаты бар, осыны төлеуіміз керек. Және Қазақстанға дейін билеті 988.400. Біз бүгін Air Astana компаниясымен сөйлесіп, осы отандасымызға орындардың барлығын бұрын жасап қойдық. Бұл отандасымыздың қандай ұлт болғаны маңызды емес. Бізге маңыздысы бұл Қазақстан азамат болғандығы. Шымкент қаласында тұрады екен, өзімнің жерлесім. Келіңіздер жақсыларым, осындай бір ауыр жағдайда бейжай қарамайық. Корея еліне келіп, Корея елінде заңды болғанымен, бұл отандасымыздың жеке басы сақтандырылғанымен, қазір соның өзінде аурухананың қаражаттары өте үлкен ақша шығып тұр. Бейжай қарамайық, отандастар, қолдан келгенше қолдауды көрсетейік. Алла қаласа, 1 аптадан кейін бұл отандасымыздың Шымкент қаласына жіберетін боламыз. Көзі көріп, жүрегі соғып тұрған уақытта Шымкент қаласына жеткізіп беру үшін сіздерде аз да болса қайырымдылықтарыңызды жасасаңыздар екен.